Балалар, бүгін біз сендермен жаттығу өтеміз. Бұл жаттығу өзін-өзі бағалау әдістемесіне байланысты жаттығу. Жаттығудың аты танысайық деп аталады. Бұл жаттығудың мақсаты, мен осы жаттығу арқылы сендер өз-өздеріңді қалай бағалайсыңдар, мен соны білетін болам. Және екіншіден, бұл сендердің ойлау қабілеттеріңді дамыта түседі, балалар. Бұл жерде былай, әркім өз есімін айтамыздар. Есімінің бірінші әрпі қандай, содан басталатын сөз арқылы өздеріңді қалай бағалайсыңдар, соны айтып өтеміз, таныстырды. Мысалға, мен өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Айнұр, мен өте арманшыл адаммын. Сенің есімің кім? Менің атым Даяна, мен өзімді дарынды деп бағалаймын. Дұрыс, сен? Менің атым Жәмила, мен өзімді жанашыр деп бағалаймын. Өте жақсы. Менің атым Ислам, мен өзімді инабатты деп ойлаймын. Жақсы. Менің атым Давид, мен өзім дарынды деп санаймын. Менің есімім Дәмелес, қатты айтамыз. Менің атым Амина, мен өзімді әдепті деп ойлаймын. Жақсы. Менің атым Назира, мен өзімді жақсы деп ойлаймын. Менің атым Сабина, мен өзімді сабырлы адам деп ойлаймын. Өте жақсы. Менің атым Нұргүл, мен өзімді нұрбақты адам деп ойлаймын. Өте жақсы. Балалар, сендер өздеріңді жақсы көресіңдер ме? Иә. Өздеріңді жақсы көресіңдер, иә? Әркім өзін-өзі қалай бағалайды? Жоғары бағалайды, иә? Әркім өзін-өзі жоғары бағалайды. Өзіңді қалай ойлайсың, соған қарай не істеу керек? Ұмтылу керек, болашақта ұмтылу керек. Мысалға, сен дарындымын деп ойлайсың ба, сен соған қарай болашақта ұмтылу керексің, иә? Жаңағы айтып жатсыңдар, жанашырмын деп. Әркім өзін қалай ойлайды, солай жоғары бағалау керек, балалар, иә? Әдістеме, жаттығу сендерге ұнады ма? Иә. Бұл жерде сендердің кішкене болса да жаңағы не болды? Ойлау қабілеттеріңде кішкене дами түсті. Әркім өзін-өзі ойланып қалдыңдар, иә? Есімінің бірінші әрпіне не деп айтсам екен, өзімді қалай бағаласам екен деп ойландыңдар ма? Иә. Өздеріңді жақсы көресіңдер ғой? Иә. Жақсы. Бір-бірімізге не істейміз?